Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын әрі тез дайындалатын коржықтың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Керекті ингредиенттердің тізімін осы видеоның астында описаниеда жазып қалдыратын боламын. Алдымен ыдысымызға ыстық сүтімізді құямыз, қантымызды саламыз. Қантымыз толықтай ерігенше жақсылап араластырамыз. Бөлме температурасында жұмсақ сары майымызды саламыз. Жұмыртқа саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Еріккен өткізілген ұнымызға разырхетелімізді саламыз. Шым-шым тұз қосамыз. Сұйық масымызға аз-аздан салып отырып араластыратын боламыз. Мінекей, бізде осындай жұмсақ қамыр дайын болды. Енді қамырымызды тоңазытқышқа жарты сағатқа демалуға қойып қоямыз. Дайын болған қамырымызды ұн сеуіп жайып алатын боламыз. Қалыңдығы шамамен 1 сантиметрдей болады. Формочканың көмегімен немесе стаканның көмегімен кесіп алатын боламыз. Қамырымызды бірнеше бөліктерге жұмыртқаның сарысына сүтті араластырып, коржықтарымыздың бетіне жағып шығамыз. Өз қалауыңыз бойынша осылай шанышқымен бетінен узор салып шықсаңыздар болады, бірақ та бұл міндетті емес. Енді дайындап алған коржықтарымызды 180 градуста қызып тұрған пеште 12-15 минутта пісіретін боламыз. Одан артық пісірмейміз, қатыңқырап кетуі мүмкін. Мінекей, біздің корждарымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады, жұмсақ болып, әрі өте тез дайындалады. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын. Ал егер де сіздерге менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.